мына назар аударайықшы балалар. Кәне, мына мақал сөздерді оқайықшы. Хасан оқи қойшы. Бай болма, білім өнерге сай бол. Өнерін таусын, азық құзырттарымыз байлық. Оқи қой. Кім оқиды тағы да балалар? Оқи қой, Әсел. Өнерлі бала сүйкімді. Оқи қой. Өнер білсең өлмейсің. Өнер білсең өлмейсің. Тағы кім оқиды? Ақыл көпке жеткізер, өнер көпке жеткізер. Біздің болсын, мына топтан Раяна, мына топтан кім болсын балалар? Айзери. Сендердің алдарында мынандай бағалау парағы жатыр. Балалар жауап берген сайын бағаларын қойып отырыңдар, жарай ма? Балалар сабақта балалар біз үйсіндер тапсырмыз оқу, иә балалар? Қазір осы үй тапсырмасына байланысты қазақтың ұлттық құндылығының бірі асық ату әдісі бойынша сіздермен үй тапсырмасын асық атайық. Келе ғой, кім келеді? Хасан келе ғой. Сегізін асық атамыз. Сұрақ, Қытай деректерінде гуно сөзінің мағынасы. Гуно сөзінің мағынасы балалар? Ең жоғары. Ең жоғары билеуші деген не? Тамаша. Сендерде сарай маңында лауазымды адамдардың мөрлері қандай болған? Мөрлері қандай болды балалар? Алтын және мыс. Алтын және жарайсың. Біздің заманымыздан бері екінші, бірінші ғасырларда ислам мемлекеті сауда Үйсіндердің астанасы Қызылаңғыр орналасқан аумақ қай жерде орналасқан? Жоқ, аумағы. Ыстықкөл мен Іле өзендерінің аралығында үйсіндердің негізгі шаруашылығы қандай болған? Мына суретке назар аударайықшы. Осы үйсіндердің батыс жағында ерте темір дәуірі кезеңінде тағы қандай тайпалар өмір сүрген екен? Қаңлыларға қандай байланысы бар осы суреттердің? Жібек жолы, иә? Сурет нені білдіреді? Жібек жолы, ежелде неге айналды? жібек матасымен Халықаралық сауда жолының ашылуына септігін тигізеді, иә балалар? Бүгін біз сендермен олай болса дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жаза қойыңдар. Бүгін жаңа тақырып қаңлылардың қалалық мәдениетінің даму туралы. Осы жаңа тақырыпқа байланысты балалар бейнеролик тамашалап алайық, мұқият тыңдайық. Жібек алғаш рет Қытайда өндіріліп, бағалы тауарға айналды. Біздің заманымызға дейінгі 138 жылы Қытай елшісі батысқа сапар шекті. Осы сапардан кейін Ұлы Жібек жолы қалыптаса бастады. Жібек жолының ең ұзақ тармағы Сырдария бойымен Қаңлы жерінен өтті. Қаңлы мемлекеті сауда жолын бақылап, қалаларын дамытты. Тайпалары туралы видеода не айтылды балалар? Жібек жолының пайда болуы балалар Қытайда ең алғаш жібек өндірілген екен, иә? Кейін осы жібек халықаралық батыс пен шығысты байланыстырған Ұлы Жібек жолының пайда болуына алып келді. Ал Қаңлы мемлекеті болатын болса балалар, бұлар Сырдарияның орта ағысын мекендеген Қаңлы тайпалары. Олардан солтүстікке қарай кімдер мекендеген? Алан тайпалары, Сармат тайпалары мекендеген, иә? Одан кейін мына аймақтарда он тайпалары мекен еткен болатын. Сонымен қатар бұл Ұлы Жібек жолы балалар Қытайдың Чанан Хуанхэ өзенінің бойындағы Чанан қаласының бойынан басталып, сонау Рим империясына дейінгі аралықты қамтып жатыр екен. 7000 километрді алып жатыр балалар. Көрдіңдер ме? Бұл батыс пен шығысты байланыстырған сапалы, берік, созылмалы, әрі көзіңді мата жібектен тігілген киімді билік басындағылар киетін болған, патшалар киетін болған. Жібек алтынмен бірге халықаралық валюта қызметін атқарған. Көрдіңдер ме? Жібекті ақшаның орнына да пайдалана беретін болған. Сонымен қатар жалдамалы әскерлерге
жалақы ретінде де осы жібекті пайдаланған екен. Ал Жетіасар Қуаңдар емес Жаңадария аңғарларын алып жатыр екен. Шодан жүріп артқан керуен келді балар. Сол керуен хат алып кетті. Соны көрейікші. Ретіменен орналастырасыңдар. Ретімен орналастырып, осыны қазір баяндайсыңдар. Жарай ма? Сурет бойынша. Сендер мына жерде ең ұзақ бармақ деген мәтінді аласыңдар. Оқулықтан осы жердегі мына жібек жолының басталған аумағын осы картаға түсіреді. Қаңлы мен оның одақтары туралы комикс сурет арқылы мына жерде сауда жолын бақылау деп тұр ғой. Осы жерде қаңлардың кімдермен одақтасты, кімдермен шайқасты, қай жылы шайқасты, және қаңлы мен ғұндардың қарым-қатынасы туралы ретімен мынаны орналастырып елшілік бері алған Жансияның саяхаты. Қаңлардың астанасында жазып қойыңдар, жарай ма? Кәні ретімен бала. Баяндайды. Осы сурет бойынша баяндайсыңдар бала. жылдан кейін Жансиян Қытайға оралды. Енді қысқаша қорытындылап жіберейікші бала. Сонда кім жіберіп отыр? адамдарын жолға жіберді. Бұл Кушан мемлекеті. Кушан мемлекеті. Үстінде алаңдар және де қамшықан. Маған ұлы жібек бала, ұлы жібек жолы қай жерден басталып, қай жерден аяқталды? Чабан қаласынан Көрсетеміз. Чанан қаласынан Рим империясына. Бұл керуендердің қауіпсіздік бүгін біздің мемлекет қуатты. Үйлесі тығырыққа түйілді. Жалғыз өзіміз екеуіне түріктеп бере алмаймыз. Қытай императоры Удит Жансиянды батысқа не істеді? Саяхатқа жіберді. Қаңлар ғұндармен одақтасты. Қалай ойлайсыңдар? Не үшін одақтасты? Бір-біріне көмектесу үшін. Бір-біріне көмектесу үшін, я? Қандай жағдайда көмектесу үшін? Мысалы, және де балар қаңлардың орналасқан жері ұлы жібек жолы бойында орналасқандықтан ол аймақ өте маңызды аймақ болды. Жан-жақтан көрші мемлекеттерден саудагерлер келіп жатады. Бір жағынан ол елдің экономикасын дамытады, екінші жағынан қаңларға қыруар қаржы пайда түсіп отырады, сауда бойы болғандықтан. Және де бұл аймақтың қауіпсіздігін, мемлекеттің шекарасының қауіпсіздігін ескеру керек, үнемі бақылауда ұстап отыру керек екен. Қаңлардың мәдениеті деп жатырмыз, я? Қаңлардың ұлы жібек жолы бойында орналасқан қалалары болған. Бұл жерде жеке жұмыс берілген, соны барлығымыз орындаймыз. Біреу-біреуден ала қойыңдар. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қоямыз. Жылдан бала үшіне тоқ берем, сіз орындайсыз. Таттас, Янтар, моншақтар, Балтық, теңізі өңірінен әкелген екен, я? мәдениеттерін жатар орын. Отырар қанаты мәдениетін ең ірі орталығы Көкмардан қаласы. Жөнсар мәдениетіне жататын қалалар бөлшектелген. Қаңлардың мәдениеті туралы мына суретте қандай ақпарат береді? Қаңлардың тұрмыс тіршілігі қандай болған? Қарапайым дейміз, ал қолөнермен айналысқандар, мал шаруашылығы. Қаратау мәдениетіндегі Көкмардан қалашығы. Көрдіңдер ме балалар? Бұл жаңағы қаңлардың ірі мәдениеттері қалаларының бірі екен. Елдерден, қай елдерден саудагерлер келген? Қытай, тағы тағы Рим, тағы орталық Азия өңірлерінен жан-жақтан не істеген? Келгендермен сауда байланысын орнатқан екен, я балар. Мынау не? Ақша, я? Ол жаңа Қытайлық ақша екен, я? Қытайдың
ақшалары табылған екен. Ұлы жібек жолының бойында орналасуы, саудамен айналысты, халықаралық сауда байланыстары, қолөнердің дамуы және Сырдария өзенінің бойында орналасуы қаңлылардың мәдениетінің дамуына не істеді? Әсер етті. Біздің заманымызда бұрын 46-36 жылдар қаңлылар Қытайға қарсы тұрған ғұндарға көмек көрсетті. Шындық, балалар. Қаңлылар Ұлы жібек жолын бақылауда ұстады. Өйткені саудалармен араласты, көбінесе Сауда, экономикалық, саяси байланыстар орнатты, балалар. Шындық, балалар, Қауыншы мәдениетінің ең ірі орталығы Көкмардан. Қауыншы мәдениетінің кімі? Шындық, балалар. Жаңа ғана мен көрсеттім, суреттен. Не деп айттым? Қай мәдениеттікі деп айттым? Отырар, Қаратау, қаңлылардың мәдениеті туралы, қаңлылардың астанасы. Астанасы қандай қала болды? Қаңлылар қай жерді мекендеген? Ағысы мекендеген, Қаңлылар қандай елдермен байланыс жасаған? Балалар, қаңлылардың негізгі тұрмысы қандай тұрған? Немен айналысқан? Негізінде балалар, қаңлылар Сырдария аймағында орналасқандықтан, бұлар отырықшы шаруашылықпен көбінесе айналысқан балалар, жарай ма? Өйткені бұл жер негізінде егіншілікке өте қолайлы болды, саудаға өте қолайлы болды, өздерінің шеберханалары болды балалар. Сол себепті де қаңлылар негізгі шаруашылығы сауда және егіншілік болған екен, мал шаруашылығымен де айналысқан екен. Ал енді балалар, қазір бүгінгі сабақ бойынша бүгін түсінікті болды ма сіздерге? Енді түсініп келемін, түсінбедім. Осы жерге балалар мына тиындарыңызды саласыздар, жарай ма? Бірінші тапсырмасы балалар. Үйге, егер де сендер қаңлы елінің саудагері болатын болсаңдар, басқа елден келген саудагерлерге немен айырбас жасар едіңдер? Қаңлы ел болатын болсаңдар, немен айырбас жасар едіңдер? Соны үйде жазып келесіңдер. Мәтінді оқып, жарай ма? Бағалау парағын бере қойыңдар. Бағалайсыңдар ма? Бүгін Арсаның жарайсың, мына топтан. Раяна, Алина, Мария, Сезім,